мен бұрын найымда жұмыс істегенмін. 4 қабырғаның ар жағында өмір жоқ деп ойлайтынмын. 2022 жылы найымнан кеттім. Бұл 4 қабырғаның ар жағында басқа өмір бар екен көре бастадым. Содан бері өзімен өзім жұмыс істей бастадым. Аллаға шүкір, осы уақытқа дейін біраз өстім деп айтсам болады. Мен кезінде өзім декретте отырған кезде, декреттегі көп адам өзін бір бақытсыз сезініп кетеді. Өйткені декретте отырған кезде егер сен ары қарай өспесең, аз қарай дамымасаң, деградация басталады. Декретте негізі отырып мен жұмыс істей бастадым. Ойладым, қазір күшті мықты бизнесмен болам деп, бірақ бизнес бойынша дым хабарым жоқ. Үлкен ТРЦ-дан барып өзіме помещение алдым. Ол помещениенің арендасы енді масқара. Мен өзім рискованный адаммын. Мен оған еш өкінбеймін. Ол маған өте күшті сабақ болды. Мен бір құлап тұрдым ол кезде. Сол нәрселер мені кейінгі менің бизнес бойынша сабақ алуыма, өзінің қаржылық сауаттылық бойынша дополнительный сабақтар алып, тренингтерге қатысып, өзімен өзім жұмыс істеуге сондай ықпалын тигізді десем болады.